kvadrat tengdevlerді шешу. Сабағымыздың мақсаты kvadrat tengdevlerді шешудің әдіс тәсілдерін меңгеру. Үйге сендерге номері 222 есепті берген болатын. Барлығымыз орындадық па? Кәне дәптерден ашыңдар, тексеріп шығайын. Мұхаммед орындақты. Закария орындаған. Жарайсың осыны? Марика орындаған. Қаны ашып береміз. Тапсырмасын барлығымыз орындаған сияқтымыз, Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызға жақсы көңіл күй туғызып алайық, Ендеше экранға көңіл аударайық. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта жақсы нәтижелерге жетіп, жаңа білімдер мен дағдыларды меңгеруімізге көмектесті. Ең бастысы, сабақта қызығып, фундаменттің дамиды, сонда ғана жеңіл әрі түсінікті болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Ұмытпаңыздар, әрқашан сұрақ қоюға және белсенді болуға болады. Алға қойылған мақсаттарға жетіп, жаңа білімдермен қаруланып, одан әрі табысты болыңыздар. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын сендерді топқа бөліп алғым келіп тұр. Ұлттық құндылығымызды дәріптей отырып, асықтар әдісі арқылы сендерді топқа бөлейін. Ортаға келіңіздер. Қосылған bx қосылған с тең 0 түріндегі теңдеуді квадрат теңдеу деп атаймыз. Енді квадрат теңдеуді біз дискриминант арқылы шешкен кезде оның формуласы қандай болады? d тең b квадрат минус 4ac. Енді осы дискриминант арқылы шешкеннен кейін бізде теңдеудің түбірлерін табамыз. Бізде 3 түрлі жағдайды қарастырамыз. Бірінші, егер дискриминант 0-ден үлкен болса, теңдеудің 2 түрлі нақты түбірі болады. Екінші, дискриминант 0-ге тең болса, теңдеудің бір ғана түбірі болады. Үшінші жағдай, бізде дискриминант 0-ден кіші болса, теңдеудің түбірі болмайды екен. Келесі, енді осы 3 түрлі жағдайды қазір мысалдар келтіру арқылы сендерге түсіндіремін. Бірінші жағдай, яғни дискриминант 0-ден үлкен болса, бұл бізде бірінші коэффициент, екінші, мына бізде бос мүше болады, минус 8 болады. Үшінші, бос мүше бізде 12-ге тең болады екен. Енді дискриминанттың формуласы арқылы есептейміз. d тең b квадрат минус 4ac. Ал орнына қояйық енді. Бұның орнында бізде қандай сан тұр? Бұның орнында бізде қандай сан тұр? Минус 8 тұр, минус 8-дің квадраты. Минус 4 көбейту. Аның орнында қандай сан тұр? Аның орнында 1 тұр, дұрыс айтасыңдар. Сының орнында осы мүше бізде қаншаға тең? 12-ге тең екен. Ал енді есептейміз. 16 шығады екен, Яғни дискриминантымыз бізде 16-ға тең болды. Ал енді бірінші жағдайда бізде дискриминант 0-ден үлкен болған кезде теңдеудің 2 түбірі болады деп айттық. Қазір теңдеудің 2 түбірін табатын боламыз. x1, x2-ның табудың формуласы. Теңдеудің бірінші, екінші түбірін қалай табамыз? Мына жерде бізден бұның орнында қанша тұр? Бұның орнында қанша тұр? Минус 8, Минус 8, мына жерде формулада минус тұрғандықтан екеуі қосылып бізде не болып кетеді? Оң таңба болып кетеді. Сол себепті 8 деп жазамыз. Плюс минус дискриминант бізде 16 шықты. 16 деген қай санның квадраты? Түбірінен қанша шығады 16? 4 дұрыс айтасың, Хаким. 4 бөлімінде 2 көбейтілген а. Аның орнында қай сан тұр бізде? 1 тұр. Араздан дұрыс айтасың. Ал енді 2 түбірін тауып алайық. Бірінші түбір 8 қосылған 4 бізде қанша болады? 12, 12-ні 2-ге бөлсек бізде 6 шығады. Екінші 8-ден 4-ті азайтамыз. 4-ті 2-ге бөлсек 2 шығады. Жарайсыңдар. Ал сонда бізде теңдеуіміздің 2 түбірі болады екен. Бірінші түбіріміз 6, екінші түбіріміз 2-ге тең. 4-ті 5-ке көбейтеміз қанша болады? 20, 20-ны 7-ге көбейтеміз. 140,
Endi 9dan azaytamiz 140 ni, sonda bizga qancha chiqadi ekan? Minus 131 ya. Eğer diskriminant 0 deng kishi bo'lsa, ne deb aytdim? Tengdevning tubiri yo'q deb aytdim ya. Demak, tengdevning cheshimi yo'q, tubiri yo'q bo'ladi ekan. Diskriminant bizga 0 deng kishi bo'ldi. Tushunibmi? Uchinchi жағдайni qaraymiz endi. Bizga 3 turli жұмыс bo'ladi. To'plik жұмыс, yurtlik жұмыс, және жеке жұмыс bo'ladi ya. Endi o'sha жұмыстарimizni o'rindау barısында o'z-o'zimizni бағалап o'tiramiz ya. Kiyіз үй әдісі арқылы бағалаймыз. Қазір мен сендерге таратып беремін бағалау парағын. Осы бойынша бағалап отырамыз. Әр тапсырма бойынша жеке-жеке бал қоямыз өзімізге. Егерден жұп болып жұмыс жасаймыз, я? Қазір әр топқа жеке-жеке тапсырма беремін. Бірінші топқа 3 есеп, өзара бөлісіп аламыз, я? Қай есепті орындайды? Мынау екінші топқа, мынау үшінші топқа тапсырма. 2x квадрат минус x минус 5 тең 0. А тең 2, b тең минус 1, c тең минус 5. Бұда дискриминант 0, 0-ге 2 шешім болады. x1 тең 1 минус түбір астында 41 бөлінген 1. x2 тең 1 плюс түбір астында 41 бөлінген 1. Жарайсың, тамаша. x квадрат x қосу 1 тең 0. А тең 1, b тең 2, c тең 1. Дискриминантын 0-ге тең болғанда x тең 1 теңдеудің 1 түбірі бар. Жарай. Bizga berilgan esep 3x kvadrat azaytı 14x qo'shuv 16 teң 0. A teң 3, b teң minus 14, c teң 16. Diskriminant 0'den ulkan bo'lsa 2 turi bor. Жұптық тапсырма бойынша әр топтан 2 оқушы келіп, өздеріңіздің жұмыстарыңызды тақтаға орындап берсеңіздер. Кел, Гүлсім, Амин әкелемін. A teң 13, b teң minus 14, c teң 16. Diskriminant формула бойынша дискриминант тең 4. Дискриминант 0-ден үлкен болса 2 түбірі бар. x1 тең 2,3. x2 тең 2. Жарайсың, дұрыс па балалар? Есебі дұрыс. Ал келесі тапсырма бізде жеке жұмыс. Жеке жұмыста біз Шырағай платформасы арқылы қазір сендерге қызықты ойын ұйымдастырып қойдық, я? Осы QR-код арқылы кіріп, өзіміздің есімімізді жазып, содан кейін тест тапсырамыз, я? Кім қанша бағалады, сол бойынша бағалап отырамыз. Жеке жұмыс бізде 4 ұпаймен. Дайынсыңдар ма? Квадрат теңдеу жалпы қалай жазылады? Келесі сұрақ. Квадрат теңдеудің дискриминантының формуласы қандай? Белгіледік па? Келесі. Дискриминант 0-ге тең болса, квадрат теңдеудің қанша шешімі болады? Келесі сұрақ.
нақты түбірі болу үшін дискриминант қандай шартты қанағаттандыруы керек? Квадрат теңдеудің түбірлерін табыңыз. Белгіледік па? Ендеше ойынды аяқтаймыз. Бізде Закария 10 сұрақтың 9-ына жауап берді. Раминя 10 сұрақтың 9-ы, Мұхаммед 10 сұрақтың 9-ы, Хаким, Селим, Зейнеп, Фарида, Нұрден, Абдусалим 10 сұрақтың 8 сұрағына жауап берді. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Топтық жұмыс бізде әр топқа 3 есеп беріледі. Мына жерде есеп мәтін түріне бердім. Бұл бізде функционалдық сабақтылыққа байланысты есептер, яғни өмірмен байланысты есептер. Осы мәтінді мұқият оқып, астында дескрипторы көрсетілген, сол дескрипторге сүйене отырып, квадрат теңдеу құрастырамыз және оның шешімін табамыз. Түсінікті болса таратып берейін, әр топқа. Бірінші топ, үшінші топ және теңдерген. Ал іске сәт 10 минут уақыт беріледі. Uzunluğu x kosu yakın metre alanı x kosu yakın 10 metre diskriminant yüzden 10 çıktı. X 1 4 x yakın 6 cevabı 4 metre uzunluğu 6 metre. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Сүресінің ұзындығы мен ені арасындағы қатынас өлшем 1 ал ауданы 28 Дециметр квадрат. сантиметр квадрат сүресінің ұзындығы мен енін тап. Ал есепті қорғаймыз енді. Ені x uzunluğu 3x, ауданı 3x kübü x тең 27. 3x kvadrat тең 27 одан шығады. X kvadrat тең 9. X тең 3, 9 ені 3x тең 9 ұзындығы. Біздің есептің жауабы ені 3 дециметр шықты, ұзындығы 9 дециметр шықты. Жарайсыңдар. Үшінші топтан кірген еді, Хаким мен Гүлсім келіңдер. Ал есепті берілген оқимыз. Топ жоғары уақыт байланысты h минус 5 квадрат плюс 20 плюс формуласымен беріледі. H метр уақыт секунд. Топ жерге түскен уақытты тап. H тең 0 болады. Ал енді есепті қорғаймыз. Minus 5 kwadrat plus 20 plus 4 тең 0. Барлық мөлшерлерімізді сіздерге көбейтеміз. 5 квадрат minus 20 minus 4 тең 0. Дискриминант minus 20 квадрат minus 4 көбейту 5 көбейту minus 1 тең 400 қосу 20 тең 420. 4 тең 20 плюс минус Түбір асты. 1 астына 420 тең 20 плюс минус 20 бүтін 149. Бөлеміз онға, е? 4 тең Шуық мөлшерде қанша шығар екен? 4 бүтін 15 секунд. Жауабы доп шамамен 4 секундтан кейін жерге түседі. Жарайсыңдар, тамаша. Отыра қойыңдар. Өздеріңе 4 балл қосып алыңдар. Сабағымызды қорытындылайық. Бағалау құрамы бойынша кім өзін қалай бағалады, е? Закария, өзіңе қанша балл қойдың? 9 балл. Амина? 7 балл қойды. Мұхаммед? 8 балл. Салим? 7 балл дейді. Османшы? 7 балл. Аха. Мен саған бірақ бүгінгі сабаққа мұнша белсенді болған жоқсың, сол себепті саған 6 балл қояр едім. Мұбарик қанша балл қойдың? 6 балл. Келісемін. 6 балл. 8 балл, е? 8 балл. Мен саған 9 балл қояр едім. Өзіңе 9 балл деп қой, е? Хаким? 10 балл. Тамаша, біздің сабақта өте белсенді болды. Абдусалим? 7 балл. 6 балл. Гүлсім? 10 балл. Тамаша.
6 ball. 6 ball. Kelesi sabaqda belsendірек sabaqqa қатысамыз, ya. Bugungi sabaq bo'yicha endi keri balans beramiz. Bugungi sabaqqa қатысқандарга ko'p-ko'p rahmet. Осымен sabағымыз аяқталды. Sağ болыңдар.